Қайырлы күн достар, бүгін сіздерге жидек қосылған қою вареньядан пирог жасайтын боламын. Ал ендеше бастайық. Ең алдымен електен өткізілген ұнымызды саламыз. Содан соң морозильникте тұрған сары майымызды үкіштен өткізіп аламыз. Енді қолымызбен жақсылап араластырамыз, яғни ұн мен майды біріктіріп аламыз. Үгітілмелі қамыр жасап аламыз. Үгітілмелі қамырды жасадық, қантымызды саламыз және тұз, қопсытқыш қосамыз. Барлық ингредиенттерді описание бөлімінен қарай аласыздар. 2 дана жұмыртқа қосамыз және 2 ас қасық мұздай сүтімізді қосамыз. Қолымызбен жақсылап араластырып, песочный қамырымызды илеп аламыз. Қамырымызды илеп алдық, тура бейнедегідей осылай жинап қамыр жасап аламыз. Құрамына артық сүт немесе майды қоспайсыздар. Тура рецепт бойынша жасаңыздар. Сонда сіздерде песочный тестоның нақты өзі болып шығады. Песочный тесто дайын. Бөлек ыдысқа салып, бетін пищевой пленкамен орап, 30 немесе 20 минутқа қалдырамыз. Немесе пакетке орналастырып қалдырсаңыздар да болады. Песочный тестамыз дайын болды. Енді дастарханымызға қамырымызды алып, 4-тен 1 бөлігін кесіп аламыз. Үлкен бөлігін астына орналастыратын боламыз. Бірінші осы бөлікті жайып аламыз. Екінші бөлігін бетіне жайып орналастырып шығамыз. Астыңғы бөлігін осылай домалақ қылып формасын жасап, азғана мөлшерде ұнымызды сеуіп, жайып аламыз домалақша қылып формасын. Қамырды жайып алдық, енді пергамент қағазға орналастырып аламыз. Немесе бірден пергамент қағазға жайсаңыздар да болады. Содан соң формасы біркелкі болып шығу үшін кастрюльдің қақпағын осылай бастырып шығамыз. Сонда біркелкі болып шығады. Кескіштің көмегімен дәл бейнедегідей біркелкі қылып осылай кесіп шығамыз. Кесіп алдық. Кесіп алған бөлігін, бір жақ бөлігін оңға, екінші жақ бөлігін солға қарай осылай X қылып орналастырып шығамыз. Арасынан бір бөлігін тастап, осылай өріп шығамыз. Тура бейнедегідей. Осылай әдемі бортик жасап аламыз. Не үшін деп ойлайсыздар? Себебі ортасына салмасын салу үшін. Осылай X қылып өріп шықтық. Енді осылай қолымызбен жандарын реттеп басып шығамыз. Әдемі пирогтың формасы дайын болды. Противенге орналастырып аламыз.
салмасын салатын боламыз. Менде джем черничный қою түрі. Егерде сіздер вареньемен жасайтын болсаңыздар, біраз қасық көлемінде крахмал қосып, жақсылап араластырып, формамызға орналастырып шығамыз. Сонда формадан ағып кетпейді. Әртүрлі жеміс-жидектен жасалынған тосап қоссаңыздар болады. Қалауларыңыз бойынша жасап көріңіздер. Қара жидек қосылған тосапты орналастырып шықтым. Енді қамырдың екінші бөлігін жайып аламыз. Алдыңғы қамырды жайып алғандай, дәл солай формасын думалақ қылып жайып аламыз. Содан соң кескішпен кесетін боламыз арнайы. Сіздерде кескіш жоқ болса, пышақтың көмегімен кессеңіздер де болады. Дәл осылай басып шығамыз бір рет. Содан соң араларын ажыратып аламыз. Осындай бетіне арнайы әдемі форма шықты. Қалауларыңыз бойынша фантазияларыңызға байланысты әсемдей бересіздер пирогтарыңызды. Жанын осылай кесіп аламыз. Содан соң джемнің үстінен ақырын осылай орналастырып шығамыз. Қамырымыздың қалған бөлігін осылай жанына орналастырып шығамыз. Пирогтың формасы дайын болды. Жұмыртқаның сарыуызына бір шай қасық сүтімізді араластырып, осылай жағып шығамыз. Әдемі қызарып пісу үшін жағып шығасыздар. Содан соң қызып тұрған пеште 180 градуста 30-35 минут аралығында пісіріп аламыз. Пештеріңіздің ыңғайына қарай пісіресіздер. Песочный тестадан жасалған қара жидек қосылған өте дәмді пирогымыз дайын болды. Менің бейнелерімді жіберіп алмас үшін каналыма тіркеліп алыңыздар. Алдағы уақытта сіздерге пайдалы рецепттермен бөлісемін. Сіздермен болған Жансая. Ендігі бейнеде кездескенше сау саламатта болыңыздар.